қыздар, мен негізінде гайморитпен неше жылдан бері ауырамын. Міне мынау қисықтықты байқап тұрсыздар ма? Осыны мынандай түртіп мынандай тазалайды ғой. Сол кезде мына несі жарылып кеткен деп айтады, білмеймін, өтірік шын білмеймін. Мына мұрным қисық болып қалды, содан мына жер ұрылған сияқты ше кәдімгі. Сондай болып қалды. Содан бар ғой, енді мынаны бірінші күн жағам. Мен сенген жоқпын мынаны бар ғой. Қарындашқа енді масқара ауырды ауырғанда. Мына аяғым ауыра ма, или денем ауыра ма? Мынадан көрдім енді ауыртып жатқанша. Қош жақпаймын дедім мен. Содан кейін қызым айтты, мама, ақыры не қылдыңыз ғой, тағы жағып қойсаңыз. Содан тағы жақтым. Енді одан сайын ауыртты, білесіз ба? Мына көзімнен жас тоқтамайды, мына мұрнымның солқылаған. Мынаны жақпаймын, айналайын, жуам одан сайын ашиды. Содан кейін ұйықтап қаптым бірақта, жыладым да, қатты не қылды прям. Ауырды. Аға, ұйықтап қаптым. И бір уақытта бар ғой, тұрғаннан кейінші бір анандай ауа келеді дейді бір. Мына демейтін мен. Мені Гүлвира біледі. Гүлвира біледі менің. Ылғи бүйтіп жүреді ма? Дейтем, отыршы тыныш дейтін маған. Дей бермеші депші. Соны енді бар ғой, тағы да жақтым. Чатқа кетіп жатыр. Мұрным, короче, мынандай болып қалды ма депші, мынандай. Ашылды депші. И қайтадан солқылдап ауыр. 2 күн ба, білесіз ба? Реакция жүріп жатыр. Мен сіздерге өтірік, маған шын Құдай тұр ғой төбемде. Кішкентай қызым 4-ші класстағы қызым. Мама, может, осыдан қойып қалатын шығар, қатты ауырып жатқан. Мына жағым соқылдап бара жатыр, далбастап, мына жағым бастыртам, ұқылатам, ауырады. Прям ауырғанды қатты. Мынау шынымен сондай болады екен. Содан бар ғой, енді сіздерге өтірік, маған шыннан түсіруге ұялдым, негізі түсіруім керек еді негізі. Не шықты? Мынау бір айта алмаймын, бір құрт сияқты ма, әлі болмаса прям бір бәле. Бәле айта алмаймын. Ұзын ба? Ұзын ғой. Еще түскенде білесіз бе мен қалай ауыртты олшы? Өліп қала жаздадым ғой мен. Мен сол күні жұмыста кетіп қалдым. Көзімнің клиенттерімді, қасындағы клиенттерге беріп кетіп қалдым. Массерлерге кетіп қалдым мен. Дірілдеп үйге келгеннен кейін ауырдым мен. Кәдімгідей ауырдым. Сосын үйде анадай крем бар еді, оның негізінде мынаны сатуға қойған мен, мына кремді. Ішінде 2 штук шығады. Осы қыз ғой. Осы 2 не шығады. Мына 2 штук қазір жоқ қой мынадай. Менде бар қазір. Мен жаңа қазір мен бар ғой, бұны бөлек-бөлек қылып сатып келе жатырмын мынаны. Молодец. Бөлек-бөлек сатып тастадым. Міне, мынандай болады, мына 2 болады ма? Ал енді мынаны мен жаңағы ауырып жатырмын ғой, денем бәрі. Сонымен қызым айттым, үстім бәрін жақтым. Мынаны ашта жақ құрсын. Өлем ба кетем деп. Ендірдеп, мына жақтарым бәріне, мынау миыларым бәріне. Мынаны қойдым, мынаны шы. Мынау бар ғой. Мынау бар ғой, жаққан сайын ауыртып жатыр ғой. Сөйтсем ол мынаны түсірейін тұр ғой, қасалап жатыр ғой. Бірінші күні мына мұрнымнан түскенде, енді айтамайым, зорға бітеп тартып алдым. Шын айтам. Тартып алдым, бірақ мына рахаттан ұйықтадым мен. И одан кейін біраз, 3-4 бір аптаның ішінде мына түсті. Бірақ бұл жағынан үлкен шыққан жоқ. Кәдімгі қатып қалған қан бар ғой, сондай шықты, 4-5 шықты. Бөлек шы, мына жақтан. Бұл жағым қатты ауырмайтын мен, мына жағым ауыратын. Ылғи мына жағым ауыра береді. Ауыра береді. Содан